Күн хандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ажар жилетінің тігілу сабағында жолығып отырмыз. Менің YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Және видеоларға лайк басып отырсаңыздар. Міне осындай біздерге ликала беріледі. Мына ажар жилеті, артқы бой, алдыңғы бой және мына басқасы, алдыңғы бойдың астары, жағамыздың өңірі, барлығы қай матадан қанша деталь екені барлығы толық жазылған. Мына біздің алдының өңірі, алдыңғы бойдың және артқы бойдың басқасы. Енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген матадан тіге аласыздар. Желательно формасын ұстайтын костюмный маталар болса жақсы. Мен осындай матовый велюр матасын алдым. Және астарлық мата. Қазір нақты мен 6 жасқа тігіп жатырмын. Қанша мата кеткенін сабақтың соңында жазып қоятын боламын. Міне мына матовый велюрдің ширинасы 3 метр екенін білесіздер. Мына менде ұзындығы 1 метр ұзындықта. Енді мен қараңыздар, 40 сантиметрдей матаны бүктеп қойдым. Қалғаны маған қажеті жоқ. Мен 6 жасқа тігіп жатырмын, осы маған жеткілікті. Артқы бойды бүктеп пішеміз, артқы бойдың басқасын бүктеп пішеміз. Мына алдыңғы бойдың өңірінен екеу керек бізге. Сосын алдыңғы бойдың басқасы бұдан 2 деталь. Және мынау алдыңғы бой бұдан 2 деталь. Сосын жағаның өңірін бүктеп пішеміз. Міне сонда менде 6 жас жилетке жаңағы матовый велюрдің қазір. Міне мынау кромкасын есептемегенде 32, 60 сантиметр, 1 метр, ширинасы 60 сантиметр. Енді 7 жасқа тігетін болсаңыздар, енді көбіне 1-ші класс, 2-ші классқа тігіп жатыр ғой. 70 сантиметр, неге? 7 жасқа тігетін болсаңыздар, максимум 70 сантиметр ширинадан кетуі мүмкін. Сонда 70 сантиметр. Егер миланамен тігетін болсаңыздар да осы ширина міне кетеді. Сонда 1 метрден 2 жилет шығаруға болады миланадан да. Солай есептесеңіздер болады. Енді бұл мендегі мына стандарт ұзындық. Егер сіздерде ұзындықтарыңыз кішкене 1 сыныпта бойы ұзын балалар болып жатса, осы ұзындығынан да қосуларыңыз мүмкін. Міне 1 метр матадан осындай 2 жилет шығаруға болады. Бұл бізде негізгі матадан пішілетін детальдарымыз, осыларды пішіп аламыз. Енді мен мынау велюр мата болғаннан кейін мен бұны жаңадай дублериндап алғым келіп тұр. Дублериндап тігемін. Ханымдар, міне астар матаны да осылай енін 30 сантиметрге қылып бүктеп қойдым. Алдыңғы бойдың астары, алдыңғы бойдың басқасы, артқы бойдың басқасын бүктеп пішеміз. Мынау 2 деталь піше береміз. Артқы бойды да тура осы артқы бойдың деталінен осылай бүктеп пішіп аламыз. Одан кейін қазір көрсетемін сіздерге. Міне қараңыздар, мына жерде алдыңғы бойдың басқасында осындай сызық тұр. Осы сызықтан қайтарып қоямыз да астарды пішкен кезде осы сызықтың оймен пішіп аламыз. Бұл жерде тігіске қосымша есептелген. Сондықтан қайта-қайта деталь жасап жүрмейін деп осылай бір детальдан астарын да сыртқы бөлігінде шығарып алатын боламыз. Міне осыларды қиып алып дайындап аламыз. Одан кейін құрастырып тігуге кірісеміз. Ханымдар, міне астар матадан артқы бойдың астарын пішіп алдым. Енді тура осылай қалдырсаңыздар да болады. Кейде ханымдар болып жатады. Жоқ, мынандай арқасына, жағасына не аптачка салуым керек деп жатады. Сол ханымдар үшін осылай түсіндіріп кетейін. Міне мына біздің жағамыздың өңірі бар ғой. Сол деталімізді аламыз ағына. Осы артқы бойдың астарына сызып аламыз. Міне сызып алдық. Енді осы сызғаннан жоғары қарай 2 сантиметр. Міне мына жоғары қарай 2 сантиметр сызамыз ағына. Сол сызық бойынша қиып аламыз. Міне бұл артқы бойдың астары дайын. Енді осыны жағаның өңіріміз пішіп дайындалады. Осы жерге қосып тігеміз. Болды, енді осы қиып алған детальдарымызды құрастырып тігуге кірісеміз. Ханымдар, жилеткамызды тігуге кірісетін боламыз. Мен барлық детальдарымды дублерин жабыстырып алдым. Дублеринді барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Бір жағы клей, мата. Осы матаның несін, текстурасын қалыңдатып, қатайтып тұру үшін керек зат. Соны жабыстырып аламыз. Негізі велюр матаны мен өзім дублериндап тіккенді жақсы көремін. Енді бірақ дублериніңіз болмаса ештеңе қылмайды. Құр өзін тіге берсеңіз болады. Біз ең бірінші алдыңғы бойды алып, алдыңғы бойды өзінің басқасымен қосып тігуіміз қажет. Өз жилетті байқасаңыздар, ең алдында бізде не тұр? Осындай лента тігілген. Осы лентаны біз бірінші тігіп алуымыз қажет. Осы метражный емес, рулонмен сатылады. Өздеріңіз қалаған түстеріңізді алып тіге бересіздер. Мына жағынан көріп, мына жағы ұнап тұр. Осы жағын тіксем екен, мына жағын тіксем екен. Көреміз.
мына жаға дейм сияқты ма. Енді мына алдыңғы бойды алдым. Бір жағын көрсетем, екінші жағын тура солай жасайсыздар. Мына қиғаш кеткен жағы бұл біздің жан тігісімізге тігіледі. Мына тіке тұрған жағы біздің алдыңғы бойға тігіледі. Мына алдыңғы бойды алып, маскасымен тура ортасын 1 сантиметрлік тігіспен қосып тігіп аламыз. Міне тігіп алдық. Енді осы тігісімізді ортасын ашып үтіктеп аламыз. Міне тігісімізді ортасын ашып үтіктеп алдық. Енді біз мынау лентамызды тігіп алатын боламыз. Осы қара жағын тіге берейін, осы жаға дейм сияқты. Ал енді ханымдардың шетінен 1 сантиметр бізге тігіске кетеді. Сол тігіске тақалып тұрмай кішкене ашық болғаны дұрыс. Мына тігіске кететін 1 сантиметр, одан кейін 1 сантиметр ашып, үстіне бастырып тігіп шығамыз. Мына алдына келген кезде осылай қиғашынан түсіреміз. Одан кейін қазір етегінен сәл артықтау қиып алайын. Тігістен 1 сантиметр тігіске кетсе, содан шамалы орын ашып аламыз. Закрепка бердім. Енді етек жағына тігіп алайық, содан кейін келесі жағын тігеміз. Міне жаңағы біз мына бүктеп алдық, осы бүктеп алғанның ішіне мынаның бас жағын кіргізіп жіберейін. Сөйтіп төмен жағынан тігіс түсіріп шығамыз. Етегінен 2 сантиметр. Енді осы лентаның екінші жағына тігіс түсіреміз. Бұрышқа келдік. Лапканы көтереміз, енемізді көтермейміз. Тігіп шығамыз. Енді мына жерді көріңіздер ғой, бұл бізде қиғаш нәрсе емес, тіке нәрсе болғандықтан осылай кішкене осы жерін бүктеп жібереміз. Осылай тігіп алдық. Енді келесі жағында солай тігіп алыңыздар, содан кейін құрастырамыз. Ханымдар, енді келесі жағын тігетін кезде мынаны қараңыздар. Мына қара түскен ою жағы іш жағында тұрды. Сол себепті мен оны былай тігуім керек. Сол үшін мына жобамен шамасы сәл артықтау етіп өлшеп алам. Сөйтіп қиып аламыз. Кішкене артығымен алып қиямдағыны. Мына шетінен бастап тігетін боламыз.